Таң ата алдар айқай-шуды естіп оянды. Сыртқа шықса, көрші бай жәдігерге ұрсып жекіріп жатыр. Алдар досы жәдігерден мән-жайды сұрайды. Сөйтсе, жәдігер байдың жылқышысы болып 2 жыл жұмыс істепті. Енді жұмысын аяқтап еңбек ақысын сұраса, Сараң бай ашуға мініп түрсе қоя беріпті. Алдар Сараң байдың жайын түсінді де айлаға басты. Жәдігерді байларша киіндіріп, ауылды аралатады. Ел жәдігерді байып кетіпті деп сөз қылады. Ол сөз Сараң байға да жетті. Бай өз пайдасы үшін жәдігерді қонаққа шақырады. Дастархан басында жәдігер өз байлығымен мақтанады. Тіпті тұлпар аты барын да айтады. Бай жылқыларды жақсы көреді. Жәдігерден көрсетуін сұрайды. Жәдігерге де керегі сол. Екеуі сыртқа шығып қараса, жылқы жоқ. Жәдігер ойбайға салып, жылқымды көре алмай ұрлап алдың деп байды кінәлайды. Бай түк түсінбей қалады. Жәдігерден қатты ұялады. Дәл осы кезде алдар көсе байдың үйіне ысып беріп кіріп алады да сандықтағы бүкіл байлығын қапшығына салып қашып кетеді. Алдардың шығып кеткенін көрген жәдігер байдың еш саспай жолдан қалмайтынын айтып кетіп қалады. Алдар болса досы жәдігермен ауылдағы басқа кедейлердің байдан ала алмай жүрген ақыларын үлестіріп береді, бірақ өзіне түк те алмайды. Бұл сәтте Сараң бай алдардың айласына түскенін түсініп аһ ұрады. Ал алдар болса алыс сапарға жолға шығады.